Қайырлы күн достар, эфирде Қажылғызы Ньюс бағдарламасы, және оның жүргізушісі мен Жанар Асарсенқызы. 2025 жылдан бастап Қазақстанда автожолдардың қауіпсіздігін тексеру ережесі күшіне енді. Қажылғызы әзірлеуге және автожол комитеті бекіткен автомобиль жолдарындағы жол қозғалысын қауіпсіздігі рәсімдері ведомстволық қағидалар жинағы жол көлік оқиғаларын егжей-тегжейлі талдау және жол қауіпсіздігі инспекциясы ұғымдарын бекітеді. Бұл ережелер халықаралық стандарттарға негізделіп пилоттық режимде іске қосылады. Қажылғызы мен Қазақбитум компаниясы еліміздің жол көлік саласын дамытудың жаңа кезеңін ашатын суперасфальт технологиясын кезең-кезеңімен енгізуге бағытталған ынтымақтастық туралы маңызды келісімге қол қойды. Келісім ұлттық стандарттарды әзірлеу, міндетті және ерікті түрде қолданудың жаңа ведомстволық нормативтарын жасау жөніндегі жол картасы шеңберінде Қазақстан Республикасы Көлік Министрлігі жүргізетін ауқымдық жұмыстың бір бөлігіне айналды. Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты, АЛТ университет және Гончаров атындағы Қазақстан автомобиль жол институтымен дуальдық оқыту бойынша келісімшартқа қол қойды. Бұл бастама жол саласы болашақ мамандарының даярлық сапасын арттыруға, сондай-ақ студенттердің кәсіп туралы нақты түсінік қалыптастыруына бағытталған. Қарағанды облысында Екатеринбург-Алматы трассасында тростан жасалған жол қоршауын сынақтан өткізу жұмыстарын басталды. Жоба Қажылғызы ғалымдарының қолдауымен жүзеге асырылуда. Мамандар қоршаулардың орнатылуын бақылап, 2 жылдық мониторинг арқылы олардың тиімділігін қарайтын болады.